Ассалаумағалейкум қыздар. Біз бүгін кешкі асқа өте керемет плов дайындайтын боламыз. Бізге ет, сәбіз, пияз және сарымсақ қажет болады. Етімізді 4 бүршілеп тураймыз, май қоссаңыздар да болады, майлы еттерді. Кейін сәбізімізді жіңішке етіп тураймыз. Пияз сарымсағымызды да турап дайындап қоямыз. 100 граммдай сұйық майды қазанымызды қыздырып құямыз. Ең бірінші пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Кейін етімізді салып, тағы да 15-20 минут қуырамыз. Әбден жақсылап қуырылу керек. Күрішімізді алдын ала 1-2 сағат суға салудың керегі жоқ. 2 кесе күрішімізді 4-5 рет жақсылап жуып аламыз. Кейін қазанымызға сәбізіміз бен чесногымызды саламыз. Және тұзымызды салып, жақсылап қуырамыз. Яғни кішкене күйу қажет. Енді қатты күйіп кетпесін. Араластыра отырып қарайсыздар, жақсылап қызарып тұрып қуырылу керек. 15 минуттай қатты отта қуырып алдық. Куркума ештеңе салудың қажеті жоқ. 2 кесе күрішке 3 кесе су құйдым. Қайнағаннан кейін тағы тұзын көріп, күрішімізді салып, өте баяу отта жарты сағат 40 минутқа дейін піскенше бет жауып тұру керек. 30-40 минуттан кейін бір араластырып аламыз, тағы 5-10 минут бұқтырсаңыздар болады. Ешқандай езілмейді, түбі қатты жабыспайды, өте дәмді, әрі сондай жұмсақ болады. Еті де, сәбізі де өте керемет күріш болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және пікір жазып қалдырып қойыңыздар.